Сіздермен достар, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында пияз қосылған багет жасайтын боламыз. Алдымен қызып тұрған майымызға пиязымызды төрт бұрыштап турап қуырып аламыз. Осылай сарғайғанша қуырамыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, тоз саламыз. Ашытқымызды салып, қан салып, жақсылап араластырамыз. Сосын електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызға қуырылған пиязымызды қосып, жақсылап қайтадан илейміз. Осылай жұмсақ қамыр шығады. Сосын үстін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз ашыды. Оны күлшелейтін боламыз. Күлшелеп, қолменен осылай жұқартамыз. Сосын шетінен ортасына қарай бүктеп, багет формасына алып келеміз. Міне осылай. Багетімізді пергамент қағазы төселген листімізге саламыз. Осылай пышақпен 1-2 рет тіліп жібереміз. Жұмыртқамызды жағып, градуста 30-35 минут духовкада пісіріп аламыз. Міне біздің үй жағдайында пісірген багетіміз пісіп шықты. Өте әдемі, дәмді болды. Егерде рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.